Қадірменді тыңдаушылар, сіздердің қазіргі тыңдаған күйлеріңіз абыздың толғауы деп аталады. Бұның авторы тарихта сақталмаған біздің көне дәуірден жеткен, бағы замандардан жеткен осындай халықтың тағдырына қатысты шығарылған көне сарындар өте көп. Bir мамандар бұл Қойлыбайдың толғауы деп те айтады. Мен өз басым тыңдап отырып байқаймын, бұл Қорқыт бабадан қалған асыл мұралардың бірі сияқты. Біздің бүгінгі сіздермен әңгімеміз сол Қорқыт ата жайында. Ежелгі замандарда біздің ұлы далада талай мемлекеттер дәурен сүрді. Оның мәселен сақтардың өзі, ғұндардың өзі тарихта ғажап із қалдырған біздің асыл бабаларымыз орнатқан мемлекеттерден еді. Онан бертінгі дәуірде 6 ғасырда осы ұлы даланың төсінде әлемді өзінің аузына қаратқан түрік қағанаты дейтұғын атақты мемлекет болған. Бұл 3 ғасыр әлемді қолында ұстаған, аузына қаратқан мемлекет. Ол дәуірден бізге жеткен ғажап ескерткіштер бар. Тас мүсіндер бар. Мүлгіп тұрған тас мүсіндер сөйлейді. Сөйлегенде бүкіл тарихты айтады. Сай сүйегін сырқыратады. Сол сөздерді өз заманында біздің бабаларымыз бір көзінен қан, бір көзінен жас ағып тұрып жаздырған. Мен мәселен өз басым сол түрік қағанаты заманынан қалған біздің асыл бабаларымыздың ақылынан, ой санасынан шыққан сол жазуларды ұзақ уақыт тексерген адамдардың бірімін. Күлтегінің басына қойған, Күлтегін дейтін данышпан біздің бабамыз батыр, қолбасшы болған түрік қағанатында. Оғысының басына қойған ескерткіште, мұсын таста, ей түріктің көкте тәңірі, төменде қара жер жаралғанда, екеуінің арасында адам баласы жаралған. Адам баласының үстіне менің ата тегім, момын қаған естемей қаған отырған. Қаған отырып, олар дүниенің 4 бұрышын алған. Дүниенің 4 бұрышы соларға қараған. Олар осындай азды көп қылған, байды, кедейді бай қылған, тату елге жақсылық қылған. Олар осындай ұлы қағандар еді, олар осындай білікті қағандар еді дейді. Ал сол әлемді аузына қаратқан, дүниенің 4 бұрышын түгел алған түрік қағанаты бір замандарда 3 ғасырдан кейін құлайды. Неге құлады? Не себептен құлады? Ауызбіршілік кетті, ынтымақ кетті елдің ішінен. Сол кезде барып қағанат құлады. Сол ода таста жазылған. Ей түріктің бектері халқы, сендер таққа кіріптарсыңдар. Сендер алауызсыңдар. Әке мен баланың ымырасыздығынан, аға мен інінің дауласқандығынан, бекті халқының жауласқандығынан сен хандығыңнан айырылдың. Қағандығыңнан айырылдың, қағаныңнан айырылдың. Біресе ілгері шаптың, біресе кері шаптың. Барған жерде не пайда таптың? Бек ұлдарың құл болды, пәк қыздарың күң болды. Өкін дейді. Таста жазылған бұл сөздер. Ешкім өшіре алмайды бұл тастағы жазулар. Осының бәрін біздің бабаларымыз жазып кеткен. Сол әлемді аузына қаратқан, 3 ғасыр бойы дәурен сүрген, салтанат құрған түрік қағанаты 8 ғасырда құлайды. 3 ғасыр өмір сүріп. Оның себебі жаңағы айтқандай, елдің іші ырың-жырың болды, ауыз бірлік кетті, ынтымақ кетті. Сол кезде елдің берекесі кетті де хандық құлады. Бұл қағанат 2 рет құлады. Бір рет түріктермен, қытайлармен соғыстан, оның кейін 2-ші қағанатты құрған мына Күлтегінің әкесі Құтлық қаған еді. Міне осы сол түрік қағанаты кейін 8-ші ғасырда 2-ге бөлініп кетті. Шығыс түрік қағанаты, батыс түрік қағанаты деп. Бұл түрік қағанатын құрған ағайынды 2 кісі еді. Момын қаған, Естемей қаған деген. Естемей момын қағанның туған інісі болатұғын. Кейін түрік қағанат, батыс түрік қағанатын оны біздің бабамыз Естемей қаған басқарды. Ол түрік қағанат, батыс түрік қағанаттың астанасы қазіргі Тараз
Қазақстан жерінде тұрған Тараз қаласы еді. Бұл ханның жазғы оғысының салтанат құрған сарайы, мына қазіргі мына Жуалы ауданында Жамбыл облысының біздің Бауыржан Момышыл ағамыз, Шерхан Мұртаза ағамыз туып өскен Мыңбұлақта болатұғым. Сол баяғыда кімнің мына Византияның елшісі Земарқ келген кезде біздің Естемей бабамыз соны 3 күн бойы, сол 3 күн 3 жерде орда тігіп күткен екен Земарқты. 3 күн әңгімесін тыңдаған. Сонда ана кісі алтын тақта отырып, көзін жұмып, қымыз ішіп отырып тыңдады дейді әңгімені. Сол әңгіме аяқталғанның 3-ші күні, "О, сен қайдан келдің?" депті. Византияның елшісіне. Сонда түрік қағанатының құдіретін ойлай беріңіздер. "Сен өзі қайдан келдің?" депті. "Мен атым Земарқ, Византияның елшісімін ғой" депті. Сонда сен әлгі 12 тілде сөйлейтін Суайттың елінен келген екенсің ғой" депті. Не деген құдірет. Ал біздің бүгін әңгіме қылып отырған ұлы ойшылымыз осы түрік халқынан шыққан даналардың бірі Қорқыт Ата сол дәуірде өмір сүрген. Сол қағанатты құрған Бомын Естемей қағандармен тұстас болған адам. Бұл кісі халықтың аузында аңыз болып тарап кеткен кеңінен сондай адам. Қорқыт Ата жөнінде дүние жүзінде мамандардың, ғалымдардың жазған еңбектері өте көп. Соның ішінде ерекше айтуымызға болады. Мына 14-ші ғасырда өмір сүрген мына Парсының атақты тарихшысы Рашид ад-Диннің Жамиғат Тауарих дейтін тарих жиынтығы деп аталатын кітап. Сол кітапта өте жақсы мысалдар бар. Бұл кітап 1300-1316 жылдар жазылады. Одан кейін бұл жайында алғашқы мәліметтердің бірі Хиуаның ханы Әбілғазы Баһадурдың кітаптарынан кездеседі. Ол кісінің Шажари Тарих-Кима 1661 жыл жазған, Шажари Түрк дейтін 1665 жыл жазған кітаптарында Қорқыт Ата туралы жақсы әңгіме бар. Ол кісіні біздің академик Марғұлан ағамыз қазақтан өте терең барынша қамтып зерттеген адамдардың бірі. Сол кісі өзінің бір жазған әңгімесінде осы кісіге сілтеме жасайтыны бар. Осы Әбілғазының еңбектерінде өте жақсылай айтады Қорқыт жайында деп. Марғұлан айтады, ол кісі туралы айтылатын кәрия сөз Орта Азиядағы түріктілдес елдердің көбінде бар. Бірақ қазақ халқы ескі Оғыз Қыпшақ тайпаларының тарихи қонысына мирас болған, олардың түбегейлі ұрпағы болғандықтан Қорқыт Ата туралы айтылатын тарихи жырлар, аңыздар, ән күйлер қазақ пен түрікпендерде көбірек жолығады дейді. Ал енді бір ғажабы, Әлкей ағамыз жаңағы күйлерді айтып отырған әнді қосады. Мен өз басым Қорқыт жайындағы ешбір әнді тыңдаған емеспін. Мүмкін Әлекең бұны бір жерден алып отыр. Бұл жайында жаңағы Әбілғазының бір жазғандарынан мен бір мысал келтірейін сіздерге. Қорқыт Ата жаңағы өзіміз айтқандай, Әлкей Марғұланның айтып отырғанындай, Оғыздардың ішінде Баят тайпасынан шамасы Оғысының өмір сүрген уақыты 8-7 ғасырдың аяғы, 8 ғасырдың іші сияқты. Сөйтіп сол сырдың бойында туған, сол Баят тайпасынан шыққан шешесі Қыпшақтың қызы. Ал енді Оғыздар, бұл енді жалғыз Оғыз емес еді, Оғыздар көптеген ол кездегі түрік тайпаларының біріккен одағы болатұғын. Бертінде қазақ халқын құраған ұру тайпалар дені көбі осы Оғыздардың құрамында болған. Олардың мекендері Жетісу, қазір өзіміз білетін Қаратау, Қазығұрт, Алатаудың баурайы, Сырдың бойы. Жайлауда бұлар Сарыарқа жағына шығады екен.
Сол кезде Қорқыт жырларын, оның аталы сөздерін, Қорқыт жайындағы аңыздарды сол мына сырдың бойынан Анадолуға көшкен түріктер өздерімен бірге сол жаққа ала кетеді. Сөйтеді да бұл Қорқыт жайындағы аңыздар, әңгімелер 14 ғасырда қатқа түседі. Қатқа түседі да сөйтіп Қорқыт ата кітабы деген атпенен кітап болып шығады. 14 ғасырда. Бұл кітаптың өзі екі нұсқасы сақталған. Бірі Дрезден нұсқасы, ол енді бізге жақын Оғыз Қыпшақ тілінде жазылған, сақталған кітап. Екіншісі ол мына Ватикан нұсқасы. Ватикан нұсқасында, Дрезден нұсқасында 12 жыр бар, Ватикан нұсқасында 6 жыр бар. Енді бұл Қорқыт ата кітабын зерттеушілер бергі заманда да аз болған жоқ. Оны ең алғаш Қорқыт ата кітабын орыс тіліне аударған ғалым, Ресейдің ғалымы академик Бартольд. Ол Бартольд шығарған кітапты кейін сәл толықтырып, академиктер Жирмунский, Кононов екеуі бұны қайта бастырып шығарады. Ал енді қазақ ғалымдары да қарап отырған жоқ. Бұны тереңірек зерттеген біздің ғалымдардың бірі академик Марғұланнан кейін бергі дәуірде Әуелбек Қоңыратбаев зерттеді. Оның кейін Оғыз Әуелбек Қоңыратбаев бұл Қорқыт ата кітабын қазақ тіліне аударды. Бірақ аударғанда Бартольдтың нұсқасынан аударды, орыс тіліндегі. Оның кейін бертінде өзіміздің қазіргі замандасымыз мына Шәкір Ыбыраев аударды. Шәкір Ыбыраев, бірақ ол неден? Түрік тілінен аударды. Енді Әуелбек Қоңыратбаев ағамыздың әруағы риза болсын, ең алғаш қазақ тіліне аударған кісі ол кісі. Ол енді орыс тілінен аударды деп отырмыз. Бірақ еркін аударма болған бұл. Еркін аударма, дәлме-дәл болмаған. Ал Шәкірдің аударып отқан, ол түрік тілінен аударған. Түріктер бұның көп сөздерін түсінбеген кезінде. Сондықтан сол түріктер жіберген қателіктер жаңа біздің Шәкірдің аудармасынан да кездесіп қалады. Енді бұл кітаптен кейін кезде енді жасыратын не бар енді? Біздің алдымыздағы ағаларымыз да Әлкей Марғұланнан басқасын бар көбіне тиіп қашып зерттеді бұл Қорқыт ата мұрасын. Сондықтан бұл енді біз Шынтуайтына келгенде бұл енді түрік халықтарына ортақ, түрік халықтарының ішіне шыққан данышпандардың бірі ғой. Сондықтан бәріне ортақ дейміз. Бірақ менің ұғымда бұл кісінің туған жері, сырдың бойы, өмір сүргені, мәселен бәрі жаңағы өзіміз білетұғын жаңағы Оғыз тайпасынан. Оғыздың тікелей мұрагері академик Марғұлан біз деп отыр ғой, қазақ біз деп отыр ғой. Ал енді оның ол Оғыздардың жаңағы тілі туралы маған бір өзбек әлінің жазған хаты бар еді. Өзбек әл Жәнібеков маған бір Әзірет Сұлтан қорығы жайында деген жарықтық үйлерінің алдында маған хат жазған. Ол кезде мен Қазақстан үкіметінің орынбасары едім. Мырзатай екеуміз бірге істедік, сенің қолыңнан келеді ғой. Саған әдейі осы хат жазып отырдым. Ол хат барлық газеттерде жарияланды. Ол кісі былай деп жазады сол хатта. 10-12 ғасырларда оңтүстік Қазақстанның халқы көне түркі тілінің Оғыз Қыпшақ диалектісінде сөйлеген хақ. Ахмет Яссауидің хикметі де сол тілде жазылған. Оны Әзербайжандардың зерттеушілері 1978 жыл дәлелдеген. Оны көне өзбек тілінде жазылған деп қисынсыз, Шағатай тіліне де жабыстырудың ешқандай қисыны жоқ деп жазады. Біз кейде айтатынымыз бар ғой, Шағатай тілінде жазылған деп. Ал мынаны жаңа біздің тікелей Оғыздардың мұрагері біз болсақ, Әлкей Марғұлан айтып отқандай. Мына Өзбек әл Жәнібек көп білетін кісі біз тарихымызда. Ол кісі айтып отыр, бұл негізден Оғыз Қыпшақ тілінде, соның диалектісінде жазылған деп. Олардың жаңа айттық қой, өмір сүрген мекендері, өмір сүрген мекен еткен жердің бәрі Жетісу, Сырдың бойы,
сосын кейін мына Қаратаудың баурайы, Алатаудың баурайы, сосын Қазығұрттың баурайы, мына осы тұстар. Кейін бұлар жазда мына Сарыарқаға шығады екен, жайлауға. Ол секорттан өмір сүрген. Кейін мәселен мына оғыздар ығысып, негізінен көтерілі, мына сырдың бойымен өрлеп, мына Анадолыға көшкен кезде, осы Қорқыт жайында аңыздардың бірталайын олар алып кетті. Ал мына енді ол оғыздар кімдер еді өзі? Оғыздардың негізін құраған қаңлылар. Ол қаңлы біздің қазақ халқының құрамында да бар. Енді біз енді ризамыз. Мәселен мына Қорқыт ата кітабын мен өз кейін кезде енді өзіңнің бабаң болса, ол бағы замандардан жеткен ол данышпандардың бірі болатын болса, біз неге зерттемеуіміз керек? Сондықтан мен кейін осы мына 5-6 жыл болды. Мына Қазақтың ұлттық өнер университетінде ашылған мына Қорқыт ата ғылыми зерттеу институтын көптен мен осын басқарып келемін. Соның кейін мен бір жағынан Қорқыт атаның мұрасын тікелей зерттеуге көштім қазір. Әрі мына Евразия ұлттық университетіндегі түркология кафедрасын басқаратын қызметімді пайдаланып, сол жерде бірқатар ғалымдар дайындап жатырмын. Қазір менің қасымда отырып, жерде қазақтың белгілі қобызшысы, қобыз қонған атақты біздің музыкантымыз Әлқуат Қазақбаев менің магистрантым. Бұның зерттеп жүрген тақырыбы, қазір магистрлық диссертациясын бітірді. Бұның зерттеп жүрген тақырыбы Қорқыт ата жайындағы аңыздар және күйлер және ол жайындағы аңыздар диссертациясын бітірді. Менің енді докторантым Руслан Әлімбек. Бұның тақырыбы Қорқыт ата жайындағы аңыздар және оның тарихи негіздері деп аталады. Руслан да докторлық диссертациясын бітірді. Құда қаласа екеуі биыл жазда мына коронавирустен құтылсақ аман-есен еліміз еңсесін қайта көтерсе, құда қаласа осы екеуі биыл қорғайды. Бұл біз енді оның кейін мен қасымда Гүлім Шәдиева деген қарындасым бар, ғылым докторы, PhD доктор. Сол екеуміз мінекей 5 жылдан бері екеуміз еңбектеніп Қорқыт ата кітабын, Дрезден нұсқасын, оның ішінде 12 жырды біз сол түп нұсқадан, біреудің аудармасынан емес, түп нұсқадан қазақшаладық. Бұл кітап биыл жарыққа шықты, ел өте жақсы қабылдады. Құда қаласа бұл кітап қазір үлкен ғылыми айналымға түсіп жатыр. Талай докторанттар, талай магистранттар осы еңбекпенен қазір диссертация жазып жатыр. Бергі дәуірде бізден бұрынырақта бұл жайында бір 17-ші ғасырда өмір сүрген қазақтың белгілі тарихшысы Қазбекбек Тавасарұл дейтін бабамыздан бір жақсы әңгіме қалған. Ол кісі Қорқыт туралы айта келе былай дейді: осыған дейін маған жеткен әңгіме аңыздарға қарағанда, менің атам Матайдың шежіресіне қарағанда, Қорқыт баба оғыздардың бұзық тайпасынан шыққан, Баяттың Парқын тұқымынан шыққан. Ол оғыздың шамасы Хижраның 200 жылдар дүниеге келген дейді. Сен шамаласаңыз 1722 жылдар сияқты. Әкесі Қарақоға көз ашық кісі болғанда Қорқыт бабаны Европа елдерінде оқытқан. Қарақоғаның ағасы Қарабұға 20 қос жылқысы бар, өте бай адам екен. Сол малдың арқасында інісінің жалғыз ұлы Қорқытты дүниесін шашып жүріп оқытқан. Қорқыттың қобызы түгіл қияғы да сөйлейді дейтін әңгіме сол кезден қалған. Қорқыт ата қазақта әуезді алғаш саралаған Әбу Нәсір бабадан бұрынғы күйші. Оның әуендері адамды жылатады, жүйкеңді босатпай қоймайды. Ағайынды Қарақожа мен Қарабұғаның әкесі Домбай бақсы деген кісі деген сөз бар. Сондықтан бақсы балгерлер бүгінде
сол кейінгі замандарда жын шақырғанда, Ердонбай, Ердонбай, шақырғанда келдонбай деп, жетім менен жесірдің ырымын қылып бердонбай деп айтатын әңгіме бар. Қорқыт баба көктүріктің бөлшектеніп, жіліктеніп кетуін жек көрген адам. Егер маған салса, мен Қорқыт атаны Майқыдан кейінгі қазақ жеріндегі айтулы кісі дер едім дейді. Қандай әдемі айтқан, өте дәл айтқан. Ал енді кімнің Қорқыт жайында мәселен аңыздар негізінен қазақтарда, мына түркмендерде сақталған. Ал Қорқыттың күйлері қазақтан басқа бірде түрктектес халықтардың ішінде жоқ. Қазір енді мына біздің Алқуат соны тақырып өзі жаңа айттым ғой, Қорқыт жайында деп, Қорқыттың күйлері жайында деп. Қорқыттың 19 күйін Алқуат нотаға түсіріп, кітап қып шығарды, ол қазақша шықты. Кейін менің Жамбыл жайындағы кітабымменен қатар түрк тілінде, былтыр Түркияда түрк тілінде шықты. Қазір бұл үлкен айналым өте бастады. Енді жаңа айтып отырмыз ғой, Қорқыттың аңыздары жаңа бізде бар, түріктерде де бар, түркмендерде де бар. Бірақ Қорқыттың күйлері де қазақта ғана сақталған. Қорқыттың туған жері де, Қорқыттың дүние салған жері де осы біздің қазақтың жерінде, сырдың бойында. Әртүрлі әңгімелер бар жаңа, біздің білімпаздар айтатын. Қорқытты анасы 3 жыл көтеріп құрсағында 1 жыл толғатқан екен. Сөйтіп дүниеге келген, Қорқыт дүниеге келгенде Қараспан тау деп отқан Қаратау, біздің Қаратауды қараңғылық жапқан екен. Сондай болған. Енді кейбіреулер, зерттеушілер Қорқыт атаны 195 жыл өмір сүрген дейді. Кейбір зерттеушілер Қорқыт атаны 295 жыл өмір сүрген дейді. Қорқыт ата сәуегей, Қорқыт ата өте үлкен жырау, ұлы жырау халқымыздың. Қорқыт ата батагөй, Қорқыт ата күйші, ең алғаш мына қобыз шығарған адам, ол бақсылардың атасы. Өзінің Ердонбай атасынан кейінгі кең аталатын халықтың ішінде қобыз ұстаған, қобыз қонған бақсылардың бәрі әуелі күйді осылардан бастаған. Міне енді қазір Әлқуатқа айтайын деп отырмын. Қорқыт атаның бір күйін тартып берсең, менімше ол баяғыда 2001 жылы біздің астанамызға Рим папасы Иоанн Павел II келген кезде, университетте болған кезде, мен Әлқуат сонда сөрге отырып қойып, Қорқыт атаның қоңыр дейтін күйін тартқызып едім. Сонда ана кісі үйіп тыңдап, тіпті аузынан су ағып кетіп еді сілекей. Кейін шай беріп отырдық, Иманғали екеуміз. Сонда тақсыр мына шығарманы тыңдағанда тіпті үйіп тыңдадыңыз ғой деп едім. Мен өмірімде мұндай музыканы тыңдағаным жоқ деді. Ал Алқуат, халыққа сен Қорқыттың қоңырын тартып бер.
Мінекей Қорқыт ата осындай ұлы күйші болған адам. Жарықтық. Мына оқыстен қалған жаңа жырларда, соның бәрінде жаңағы сол жырдың соңында оқыс келеді, жаңа той болып жатқан жерге келеді, бата береді. Осы бата қой адам. Қорқыт жайында Құда қаласа байтақ әңгімелеріміз амандық болса, бәрі алда бола жатар. Мен бір осы Қорқыт жайында өте бір терең пікір айтқан кісінің бірі Хиуаның ханы Әбілғазы Баһадүр дедім ғой, ол кісі былай деп жазады. Оғыз қыпшақтарының Қорқыт ата Оғыз қыпшақтарының ұлы атасы. Оғыз ұлысынан шыққан асқан сәуегей, ақылшы, кеңесші. Ол Оғыз хан заманынан қалған тарихи отанға үлгі айтып, билік құрған, дана болған кісі. Оғыз елінің жұрттары дейді, ары қарай жаңа біз айтқандай, Оғыздардың қай жерді мекендеген айтып кетеді бұл кісі. Мінекей бауырларым, қазақ халқынан кезінде қазақ халқынан шыққан данышпандар өте көп болған. Бірақ соны бергі заманда біз қазақтың басынан не өтпеді дейсіз. Біз мәселен 3 ғасыр қазақ өзі мына ұлы даланы сақтап қаламын, кейінгі ұрпаққа қалдырамын деп аласұрып 3 ғасыр бойы мына жоңғарлармен айқасты. Жоңғар жер бетінен құртып жібере жаздады. Өзі де жойылып кете жаздады қазақ. Бірақ сақтап қалды жерді. Ал оның кейін біз 3 ғасырға жуық біз Ресейге бодан болдық. Сол кезде біз талай құндылығымыздан айырылып қала жаздадық. Салт кетті, дәстүр кетті, бетіменен әдет құрып кетті. Тарихымыз тапталды табанға. Саясатқа айналып кетті ол тарих. Біздің елді басқарған асыл хандарымыздың бәрі, елді ұлағатқа жеткізіп отырған билеріміздің бәрі, олардың өмірін жырлап отқан, көл-көсір жыр тудырып отқан, эпостар тудырған біздің жырауларымыз, ақындарымыздың бәрі ақымақ көрсетті. Біз сол заманда соның империяның саясатын қолдап біз басымыз шұлғып отырған заманымыз болды. Біз Алланы ұмытып кеттік ол кезде. Құдайға тәуба, қазір заман түзелді, тәуелсіздік келді, Алла қайтып келді халықтың жүрегіне. Құда қаласа талай қиындықтар болды, басымыздан өтті. Одан да аман өткен халықпыз. Құда қаласа қандай қиындық болса да біз аман есен өтетін боламыз. Аман болыңыздар.